Саламатсыздар ма? Баршаларыңызға қайырлы білім болсын. Бүгінгі сабақта біз кредитный история және скорингті алып үйренеміз. Ең алдымен кез келген браузерға кіріп, eGov порталына кіреміз. eGov'тың ішінде кімнің атынан кредитный история алғыңыз келеді, кімнің скорингін тексергіңіз келеді, сол кісінің атынан кіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен қазір eGov порталына кіріп алдым. Қазір қайтадан окошко ашып, первый кредитный бюро сайты арқылы скоринг алатын боламыз. Бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Міне сайт осындай. Вход деген батырманы басамыз. Войти через eGov. Разрешить. Міне мен первый кредитный бюро сайтына кірдім. Енді қазір персональный кредитный отчет сұрататын боламын. Міне получить ПКО деп тұр. Міне скорингті мына жерден көресіздер. Скорингті міне мына жерден алсаңыздар болады. Мен қазір персональный кредитный отчет сұрататын боламын. Получить ПКО батырмасын басамыз. Войти в личный кабинет. Регистрация. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда бізде телефон номерімізді сұрады. Мына жерде иінімізді сұрады. Мына жерге галочка қоямыз екі жерге, далее батырмасын басамыз. Уже существует деп тұр, онда біз қазір eGov арқылы кіріп көретін боламыз. Міне eGov арқылы кірген кезде өз атымыздан кіріп тұр. Егер де сіздер первый кредитный бюро сайтына тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, өз номерларыңызды жазып, одан кейін иіңізді жазып, тіркелулеріңіз қажет болады. Получить ПКО. Міне персональный кредитный отчет. Келесі окошқа кіргіздік. 400 теңге тұрады. 400 теңге тұрады. Получить ПКО 400 теңге деп тұр. Осыны басамыз. Міне заявление. Мұнда бәрі толтырылып тұрменсе, сіздер өз мекен жайларыңызды жазып, почталарыңызды жазу арқылы тіркеліп, ары қарай подписать ЭЦП деп ЭЦП арқылы подпис қоятын боламыз. Міне. Енді қандай карта, қандай төлем арқылы ыңғайлы сіздерге? Кез келген виза картасы болуы мүмкін. Мұнда уже Каспи бар, немесе телефон номер. Маған қазір Каспи ыңғайлы. Перейти на страницу оплатыға басамыз. Ары қарай бізге Каспидің QR-кодын ашып береді. Осы QR-код арқылы төлем жүргізетін боламыз. Айта кететін жағдай, бұл услуганың бағасы 400 теңге тұрады. Номер заказа. Номер заказа деп Каспида менде шығып тұр. Номер заказа деген жерге мына санды теретін боламыз, қатесіз. Ары қарай ақшасын төлейміз. Бізде 400 теңге тұрады бұл услуга. Төлеп қойдым. Обновить статус оплаты батырмасын басамыз. Міне, заявка успешно зарегистрирована. Ваш отчет будет готов в течение 15 минут деп шығып тұр. Результатында скачать отчет батырмасын басамыз.
Міне осылай біз персональный кредитный рейтингімізді көріп алсақ болады. Қандай кредиттарымыз бар? Міне осылай көшіріп алсаңыздар болады өздеріңізге. Өздеріңіздің персональный кредитный отчеттарыңызды осылай рейтингін тексеріп отырсаңыздар болады. Ал қазір біз сіздерге первый кредитный бюро сайт арқылы скоринг көруді үйретемін. Міне eGov порталына осылай кіріп алдық. Первый кредитный бюро сайтына кіреміз. Міне өз атымызда отырмыз. Міне скоринг деп жазылып тұр. Осы скорингқа басамыз. Бұл услуганың бағасы 300 теңге тұрады. Получить скоринг за 300 теңге деп тұр. Міне осы жерде де осындай төлем жасаймыз. Мына жерде бәрін толтырамыз, почтамызды жазамыз, ары қарай қай төлем ыңғайлы, сол төлемді таңдаймыз. Маған қазір Каспи ыңғайлы. Каспи арқылы төлейтін боламын. Мына жерде де номер заказа бөлек шығып тұр. Осы номер заказаны тереміз Каспиға. Яғни QR-ды сканировать еткеннен кейін автоматты түрде сіздерге номер заказа деген бетке ауыстырады. Сол жерге осы санды тереміз. Продолжить. К оплате деп 300 теңге төлейміз. Міне мына жерде обновить статус оплаты дейді. Осыны басамыз. Мой скоринг. Міне результат дайын тұр. Осыны басамыз. Міне мына жерде тұр біздің скорингіміз. Обновить ету арқылы. Міне бүгін 21-і. Міне 21-і күні обновление болған. Бүгінгі датамен мен өзімнің скорингімді көріп отырмын. Міне осы жерден көресіздер. Егер де сіздер алдын қайда көрсеңіздер, мысалы, одан кейін осы айда тағы бір рет көру қажет болса скорингіңізді, онда обновить етесіздер. Міне осылай датасы өзгеріп тұру керек. Міне ваш кредитный скоринг деп 622. Осы жақтан міне көрсеңіздер болады. Жақсы ма, бәрі осы жақта көрінеді. Осылайша сіз өздеріңіздің немесе клиенттарыңыздың кредитный скорингін бәрін көріп алсаңыздар болады осы сайт арқылы. Барлығыңызға қайырлы білім болсын.